Ассалаумағалейкумдер. Бүгін бізде электронды блок жүйе Bosch 154 деген. Бұл 2002-ден бастап 2006-ға дейін шығарылған көліктерге салынған компьютер. Lada автокөліктеріне 11-12 модельді автокөліктеріне салынған болатын. Осы компьютерде штекерін алып салғаннан кейін жасамай қалды дейді. Сондықтан қазір бізге ремонтқа келіп тұр. Қазір біздер бұны 4 болтын шешіп, ашып ішін қарайтын боламыз. Мінекей, шешіп алдық қолымызға. Бұл Bosch 154 деген электронды блок басқармасы 8 клапанды автокөліктерге арналған. Бұлай сыртынан микроскоппен қараған кезде ешқандай зақым жоқ. Мына жерлерінде ешқандай ысыған, температуралық ешқандай ысып, майысып күйген жер жоқ разъемдарында. Бірінші, қазір мына флеш памяттер диагностикаға кіріп қарап көреміз. Неге блокировкаға, неге машина қызбай қалды? Мүмкін иммобилайзерден бе екен. Иммобилайзер болса, оны иммобилайзер сөндіреміз, немесе жаңа чип салып береміз. Қазір на разъемға қосылып, диагностикаға кіріп көретін боламыз. Ол үшін бізде арнайы өзінің диагностикасы бар. Дәл осылай кіріп диагностикасына саламыз. Қазір диагностикасын, прошивкасын оқып аламыз. Диагностика кіреміз. Иммобилайзер егер запрет қыздыруға рұқсат бермейтін болса, оны иммобилайзерді қараймыз. Егер жоқ, ешқандай диагностика кірмейтін болып жатса, онда драйвер управления, релейнің драйвері, стартерлер, соны қарайтын боламыз. Осы жерде короткий замыкание бар ма, жоқ па, соны тексеретін боламыз қазір. Достар, мінекей диагностикаға салып қарап жатырмыз. Бұл жерде Samara 1.5 16 клапан екен. Мен қателескен. Мен шамалысы қателесіппін. Диагностика кіріп тұр. Ошибкасын оқитын боламыз. Ошибкада бізде стоки уровень сигнала, охлаждающей жидкости, дроссельный, заслонка, неисправность управления клапаном, және реле бензонасостың обрывы көрсетіп тұр. Демек, бұл жерде барлығы жасап тұр, комплектация бойынша барлығы жасап тұр. Так, иммобилайзер бізде жанып тұр ма екен, қосылып тұр ма екен, соны қарайтын боламыз қазір. Бәрі істеп тұр. Бізде бұл январь 5 екен. Мінекей диагностикаларды өстіп жасайтын боламыз. Бұлай жақын жағынан бұлай видеодан оңай болып көрінетін шығар, бірақ ешқандай оңайшылық жоқ. Осылай датчиктерді салып 12 вольтымызды розеткеге қоямыз. 12 вольтымызды сонымен тексеретін боламыз. Так, масса 1 вольт дейді бізде. 1 вольт, 12 вольт болу керек қой. Қалай ол 1 вольт? 1 вольт дейді. Ол неге 1 вольт? Енді 12 вольт. Так, зажигание қосамыз. Реле главный бензонасос. Барлық жасады. Қазір
коленвалды қосатын боламыз. Мінекей бізде главный реле қосылып тұр, реле вентиляторы жасап тұр, чек жанып тұр қазір. Чек жанып тұр, неден чек жанып тұрғанын қазір көретін боламыз. Коленвалға импульс бар, распредвалға да импульс бар, барлығы жасап тұр. Мінекей мен қазір сөндірген кезде бұлардың барлығы сөнеді. Қазір қосқан кезде мына бензонасос, реле бензонасос жасай ма, жасамай ма, осыдан білеміз. Егер бензонасос жасап сөнсе, онда бензонасос жасайды. А егер вообще тіпті бензонасос қосылмаса, онда иммобилайзер немесе мына жерде 1-2 микросхема жасамайды деген сөз. Кәнекей қазір зажигалияны қосамыз. Жанды, сөнді. Демек, көлік қызып тұр деген сөз. Ол үшін қазір тағы бір диагностика саламыз. ОБД мен көретін боламыз. Точно жасап тұр ма, жасамай тұр. Сканматигімізді қостық. Бұлай импульс барлығы жасап тұр. Сканматикке кіреміз. ВАЗ. Двигатель. Бізде ВС 501 Евро 2. Диагностика кірді. Ошибкасын қараймыз. Так, высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха. Ол енді датчик температуры біз плюсовойын қоспағаннан кейін жанып тұр. Высокий уровень сигнала с датчика положение дросселя. Дросселді біз қосқан жоқпыз. Себебі быстрый диагностика болғасын. Пропадание питания контролера. Ол енді 12 вольт қосып сөндіргеннен кейін адсорбер жасамай тұр. Сосын адсорбердің клапанын жасамай тұр деп тұр. Барлығы жасап тұр. Так, енді переменныйға қараған кезде. Так, воздух топлива жасап тұр. Температура 20 градус дейді. Біз қазір қолмен көтеріп көрейік. Температурадан көтеріле ме, көтерілмей ме? Плюсовойды қоспаған екенбіз ол. Так, оборот. Шаг, холостой ход 127. Впрыск 1000 деп тұр. 11,5. Признак разрешения нагревателя жоқ. 2 секунд. Барлығы жасап тұр деген сөз. Пропуски воспламенения. Айта кетерім, бұл жерде катушка плюспен жасайды, ал масса минуспен жасайды. Минус прямо процессорден келеді. Сондықтан бұл жерде біз теріс шалғап жүрген сияқтымыз. Мінекей, диагностика осылай, диагностика және ремонт осылай өтеді. Егер сіздерге мастер, электриктер болсын, мотористер болсын, компьютеріңіз дұрыс жасамайды, компьютеріңіз бұзылды десе, оны жаңасын алудың қажеті жоқ. Біріншіден иммобилайзер ма, ол басқа бір зат па, соны бірінші білу керек. Ол жасалатын зат па, жасалмайтын зат па, сондықтан бізге диагностикамен қарап алып келсеңіз болады. Біз сіздерге диагностика қарап, сосын шешім шығарамыз. Бұл осындай диагностика қазір компьютер алудан клиент сақтанды, себебі компьютер барлық жасап тұр. Тек қана иммобилайзер қазір көрсетіп жіберейін. Иммобилайзер дегенде мынандай зат. Иммобилайзер доступ бермей қалған. Доступ бермегесін машина барлығы жасап тұр. Осы көліктерде бұл жұмыс өте арзанға шықты. Жаңа компьютер алғаннан, бұл компьютер алғаннан өсіп, диагностика бізде компьютерді қараймыз. Барлығы схема бойынша, барлығыңызға рахмет достар. YouTube-ымызға лайк басып, жазылыңдар. Әлде алда уақытта Алла қаласа жақсы видеоларды салатын боламын.